Финляндия ақ лала гүлдер мекені. Авторы Петров Григорий. Қазақ тіліне тәржімалаған Әлия Ибрагимова. Алғы сөз. Осы жылдың көктемінде Айқын газетінің редакциясына инабатты бір қыз келіп, өзін Әлия Өмірзақ қызымын деп таныстырды. Келген шаруасын сұрадым. Мына аудармамды оқып, пікіріңізді айтсаңыз екен деді де, флешкасын қолыма ұстата салды. Компьютерге түсіріп, одан ақ қағазға бастырып алып, Әлия әкелген ақ лала гүлдер өлкесі атты еңбекті бір деммен оқып шықтым. Бар жоғы компьютерлік 60 беттік осы еңбек мені Әлияға риза етті. Өйткені бұл бүгінгі қазаққа, судан шығып қалған балықтай қазаққа жаны ашитындар болса оқитын, үлгі алатын еңбек екен. Кітаптың басты кейіпкері Снелман Финляндияның ерекше құрметті азаматы саналатын көрінеді. Өйткені ол 1811 жылы шведтерден бостандық алған Финляндия мемлекетінің егемендік өмірге алғаш қадам жасар кезеңде халқын дұрыс өмір сүруге, кәсіп қылуға, денсаулықты сақтауға, діни теріс уағыздарды жоюға, үй-үйді, ауыл-ауылды аралап жүріп, қалың бұқараның жалпы дұрыс өмір сүру сауатын ашқан адам екен. Біздің Абай қазақтың дұрыс өмір сүруіне сауатын ашуға ғақлияларымен еңбек сіңірсе, Снелман сол Абай айтқандарды әлгіндей жолмен қалың бұқараға ауызба-ауыз түсіндірген нағыз ұлтжанды азамат екен. Бүгінгі финдер дамыған елдер қатарында болса, біздің мұндай дәрежеге жетуімізге негіз салған Снелман деп құрметтейді екен. Мінеки ұлтты сүюдің нағыз үлгісі. Ақ лала гүлдер өлкесі атты кітапты әр қазақтың төрінде тұрып, әр қазақтың санасына ондағы игіліктер сәуле түсірсе екен деп тілеймін. Бұл кітап түрік тіліне алғаш рет Әли Хайдар мырзаның қолға алуымен 1928 жылы аударылып, осы жылы Стамбулда ескі әліпбимен басылып шықты. Кітаптың алғаш шыққан тиражы тез арада тарап, халық тарапынан зор сұранысқа ие болып, 1930 жылы мемлекеттік баспаханадан жаңа әліпбимен қайта басылып шықты. Тек Стамбул мен Анкарада ғана емес, сонымен қатар Түркия мемлекетінің түкпір-түкпірінде жарық көрген газет-журналдарда бұл кітап жайында жақсы пікірлер жарияланып, жоғары баға берілді. Ақ лала гүлдер өлкесі кітабы Финляндияның мәдени-рухани тоқырауды жеңіп, мемлекет ретінде жаңа мәдениет сатысына көтерілуінің хикаясы. Бұл кітап өз мемлекетінің даму жолында қандай бағыт ұстану керектігін көрсететін бағдаршам іспеттес. Бұл кітап күллі түркі жұртының жастары үшін батыс өлкелерінің өткені мен бүгініне жақыннан үңілуге мүмкіндік беретін таптырмас туынды. Оқырман кітаптан керегін алар деген үмітпен. Тарихтан ғибрат. Бұдан бірнеше жыл бұрын Мәскеу мемлекеттік театрының дуалы жарылып сыр бере бастағаны аңғарылған. Театрдың іргетасынан шатырына дейін орын алған сызат келешекте ғимараттың қирауына әкеп соқтыруы мүмкін деген оймен адамдар қауіптің алдын алуды ойластыра бастаған. Сәулетшілер өз кезектерінде театрдың қабырғасында пайда болған сызаттың шығу себептерін іздестіре бастайды. Ғимараттың іргетасын бірнеше жерден қазып, ашқан кезде оның іргетасының ағаштан жасалғанына көз жеткізеді. Бұл іргетас әбден тозығы жетіп шіріп, соның салдарынан ғимарат шөге бастаған. Кезінде ғимараттың негізін қалаған кезде іргетастың мықты болуы үшін жерге қалың қазықтар қағып, осы қазықтарда қалың тас қабырғалар өрілген екен. Іргетастың бұл түрі сол замандағы талапқа толық жауап бере алатын болған және сол кездегі адамдардың түсінігі бойынша нағыз мықты іргетас болып саналған. Шын мәнінде театр ғимараты ұзақ жыл бойы сыр білдірмей талай буын өкілдеріне қалтқысыз қызмет етті. Әйтсе де арада жылдар өткен сайын жер астында төселген ағаш шіріп, соның салдарынан іргетас жылжып, ғимарат қабырғаларында сызаттар пайда болған. Бұл сызаттарды көрген сәулетшілер мұндай қауіпке қандай қарсы шара қолдану керектігін ойластыра бастайды. Олар тарихи маңызы бар ғимаратты құлатпай, бұрыш-бұрыштарын бағандармен ұстатып, іргетасты ашады. Сонан соң шіріген ағаштың орнына граниттан жасалған мықты тастарды қояды. Сөйтіп мемлекеттік театрдың ескі ғимараты жаңадан орнатылған іргетастың үстіне қайта бой көтерген. Сәулетшілердің дер кезінде жасаған шараларының арқасында театр ғимараты әлі күнге дейін өз көркін жоғалтпай, қауіпсіз жағдайда халыққа қызмет көрсетуде. Ұлыстар мен ұлттардың өмірі де құдды осы Мәскеудің мемлекеттік театрының ғимаратына ұқсайды.
Мемлекет құрылымының ескі жүйесі, ел басқарудың бұрынғы әдістері өз заманында қаншалықты жеткілікті көрінгенімен, уақыт өте келе заман талабына сай жауап бере алмауы әбден мүмкін. Жалындаған жас буын өкілін ескі тәсілмен басқару мүмкін емес. Жаңа ұрпаққа ақылға қонымды, әділетті, тамырын тереңге жайып жіберген басқарудың жаңашыл түрі қажет. Парасат пайымы жоғары басқарушылары бар мемлекеттерде сәтсіздіктер мен құлдырауларға жол берілмей, халықты басқарудың мейлінше әділетті жолдары қарастырылған. Кейбір елдерде болса, керісінше, мемлекет тізгінін ұстаған адамдар халықты дұрыс басқаруды және оның сауаттылығын арттыра түсу қажет екендігін түсінбейді, немесе түсінгілері келмейді. Мезгілі келгенде мұзда ериді демекші, уақытты келгенде мықты мемлекеттерінде қабырғасы сөгіліп сызат пайда болады. Бір өкініштісі, күн өткен сайын көлемі ұлғайып бара жатқан бұл сызатқа дер кезінде көңіл бөлінбейді. Сондықтан сырт көзге қуатты әрі күшті көрінген алпауыт мемлекеттердің шөгуі таңғаларлық оқиға болмаса керек. Бұрынғы Иран, Осман империясы, Австрия императорлығы да күйреді. Орыс патшалығы да жермен жексен болды. Бисмарк, Вильгельм сияқты әйгілі адамдарды дүниеге келтірген Германия мемлекеті де жеңілістің ащы дәмін татты. Осы ретте қасиетті кітаптардың біріндегі мынадай тәсілге назар аударсақ. Ерте заманда зұлымдықпен ел билеген патша болыпты. Оның салтанатты сарайының қабырғасында отпен жазылған мынадай сөз бар екен: «Мане текел фарес». Бұл сөздердің мағынасы жұртшылыққа түсініксіз болса керек. Ешбір адам түсіне алмаған бұл жұмбақ сөздердің сырын сол заманның данышпаны Даниал былайша түсіндірген: бұл отпен жазылған жазулар жақсылықтың нышаны болмаса керек. Неде болса, ел басына күн туатын қиын қыстау заманының келгендігінен хабар беріп тұр. Бір кездегі дәуірлеген бұл мемлекеттің де дәурені өтті. Бұл тығырықтан шығар жол жоқ. Ескі Рим императорлығы, 15-ші Луидың Франция дәурені, Романовтардың Орыс патшалығы, Хохенцоллерндердің Германия мемлекеті, Хабсбургтардың Австриясы да тығырықтан жол таппай құрдымға кеткен. Тарих бұл мемлекеттер үшін өз үкімін шығарды. Мане текел фрес. Осының бәрін салиқалы ой таразысына салып, бір сәт ойланып көріңіз. Жұлдыз құрт тәрізді жеке бастың қажеттілігінен аспайтын күнделікті күйбең тірліктің құрдымына батып, саз балшыққа сүрінбейік. Керісінше, елдің ертеңіне елеңдейтін есті ұрпақ тәрбиелеу жолында не істеу керек, соны ойланайық. Тарихқа көз жүгіртсек, онда тек императорлықтардың күйреуі ғана жазылмаған. Сонымен қатар тығырықтан жол тауып, жарқын болашаққа талпынған ұлттар мен ұлыстардың тарихынан сыр шертетін шығармалардың дүниеге келгенін күтеді. Тарих адамзат қауымына құмырсқаның ұясы сияқты бір жерде тұрмай, өркениетпен өрілген әсем де әдемі туындылар туғызатын мемлекеттердің мәртебесін жоғарылата отырып, халықты басқарудың жолын көрсететін ғажайып ғылым. Қаһармандар мен халық. Кейбір мемлекеттер ұлтқа қауіп төндіретін дағдарыстарға тап болады, немесе түгелдей күйзеліске ұшырайды. Ал кейбір ұлттардың өмірі керісінше бір қалыпты қалыптасқан күйе жалғасын тауып жатады. Жоғарыда келтірген мысалдардың қай-қайсы болмасын, тек қана мемлекет қайраткерлерін, министрлерді, депутаттарды ғана толғандырып қоймай, әрбір ұлт өкілін ойландыруы тиіс. Ойлау жұмысымен шұғылданатындар болсын, қара жұмыс істейтіндер болсын, ер, әйел, кәрі, жас демей, қала тұрғындары мен ауыл тұрғындарында барлығын осы мәселе толғандыруы тиіс-ақ. Мемлекеттердің күшті мен әлсіз болуы, олардың көркейіп дамуы немесе тұралап қалуы, ел тізгінін ұстаған басшылардың халыққа берген сенімдері мен тұрақтылығына, олардың табансыздықтарына ғана байланысты емес. Ел басындағы адамдар жақсы болсын, жаман болсын, ер жүрек болсын, қатыгез болсын, қандай болса да олар өз ұлтының айнасы. Ұлт рухының көшірмесі іспеттес. Қоғам қандай болса, басқарушылар да сондай болады. Сол себепті әр ұлттың өзіне сай басқарушысы бар деген сөз бекер айтылмаса керек. Қоғамда қайшы пікірлер тудырған бұл шындықты нақтылай түсу үшін бағзы заманнан бері дау тудырып келе жатқан философиялық және тарихи бір тақырыпты қозғауға рұқсат етіңіздер. Бұл тақырыпты өрбітер болсақ, ұлт тарихын кімдер жасайды? Мемлекет пен адамзат өміріндегі ең әуелі оқиғалардың басында кімдер болды? Олар белгілі бір ұлт өкілдері, яғни атақты адамдар ма, әлде әйгілі ағылшын ойшылы Карлейль айтқандай қаһармандар ма? Әлде ұлт тарихы дегеніміз ұлт өкілдерінің көрсеткен қайсарлығы мен халық рухын жұмылу арқылы жүзеге аса ма?
Карлейль бұл пікірдің алғашқысына қосылған және өз ойын дәлелдеп берген. Ал Лев Толстой болса екінші пікірді қолдаған. Карлейльдің өзінің қаһармандар мен тарихтағы қаһармандықтар атты шығармасында олардың өркениеті мен мәдениеті жайлы жазған. Карлейльдің ойынша ұлт жансыз пластилин тәрізді. Ол бір шебердің қолына түспесе мәңгілік пішінсіз және қимылсыз күйінде қалады. Цезарь, Наполеон, ұлы Петр, Сократ және Хазіретті Мұхаммед сияқты бірі өнер иесі, бірі ел мойындаған тұлға, бірі қаһарман, енді бірі пайғамбар болған адамдардың біреуі жансыз пластилинді қолдарына алатын болса, оны өздері қалаған пішінге енгізген болар еді. Шығыс пен Азияның сайын даласынан миллиондаған қол жинады. Қытайды, Үндістанды, Иранды, Ресейді өзінің қол астына қаратты. Петр Аменский Иерусалимді мұсылмандардан азат ету үшін бүкіл католиктік Еуропаны аяғынан тік тұрғызды. Мартин Лютер реформа жасады. Нерондар мен Калигулалар болса, көне Римнің көзін жойды. Бисмарк пен Хагенцоллерлердің саясаты Германияны орасан зор күйзеліске ұшыратты. Түсініктеме: Карлейльдің ойынша ұлттардың, тіпті бүкіл адамзат тарихын жасаған адамдардың рухы өр, тәні бекем, зердесі ашық, парасаты жоғары болған. Бір сөзбен айтқанда, олар қайтпас қаһармандар. Арттарына өшпес із қалдырған Рамзес, Ремелиус, Лютер, Бисмарк сынды адамдар осындай қаһармандардың қатарына жатады. Лев Толстойдың бұл пікірге қарсы айтар уәжі бар. Оның ойынша, өмірде кездесетін маңызды оқиғалардың бағытын, олардың түр сипаты мен бағасын беруші халық. Енді бірде Томас Карлейль былай дейді: бұқара халық аяқ астында жатқан қураған сабан секілді. Ал халықтан суырылып шыққан қаһармандар болса, құрғақ сабанды, яғни халықты жандандыратын көктен түскен жасын тәрізді. Лев Толстой тағы бір сөзінде былай дейді: теңізде жүзіп келе жатқан өте үлкен кемеге қарасаңыз, оның алдында құдды лента тәрізді ирелеңдеп аққан судың ағысын көресіз. Осы су лентасы кемені сүйреп бара жатыр дегенге кім сенеді? Әлбетте, ағыстың ирелеңдеген кейпін кеменің өзі жасап жүзіп отырады. Демек, шын мәнінде қуат көзі кеменің өзі, ал су ағысы болса соның нәтижесі. Лев Толстой: бір ұлтты сілкіндіретін жетелеуші күш болса, қалың жұртшылық өздігімен әрекет етеді. Ол өз пікірін қолдайтын, өзін түсінетін адамды таңдап, өз қалаулысының артынан еретін болады. Соғыс және бейбітшілік романының авторы Лев Толстой Томас Карлейльдің қаһарман және найзағайды салыстыруына келіскен болса, былай деген болар еді: иә, ойшыл адам қаһарман бола алады, бірақ бұқара халық күн тартқышта сабанда емес, себебі найзағайды туғызатын халықтың өзі. Қуат көзін бойына сіңірген бұлттар жиналса ғана найзағай туады. Бұлтта қуат көзі болмаса, ешқашан ешбір найзағайдың пайда болуы мүмкін емес. Ал кейбір бұлттар ылғал бу халінде жиналады. Халықта сол сияқты. Егер ұлттың жаратылысына қаһармандық қасиеттер болса ғана, найзағай сынды жарқылдаған тұлғалар туғызады. Халық керісінше әлсіз, тексіз болса, буға айналып жоқ болатын бұлттар тәрізді із-түссіз жойылып кетеді. Бір қарағанда бұл екі теория бір-біріне қарама-қайшы сияқты. Карлейльдің пікірі дұрыс па, әлде Толстой дұрыс айтты ма? Бұл екеуінің арасында қайшылық көрінгенмен, екеуі бір-бірін толықтырады. Карлейль де, Толстой да дұрыс айтады. Олар екеуі ақшаның екі жүзі, бір шындықтың екі жартысы тәрізді. Қаһарман рухты адам халықты оятып жалындатады, бірақ жалынды туғызатын ұшқынды халықтың өзінен алады. Швейцарияның танымал ірімшігі биік тауларда жайылып, шүйгін шөппен қоректенген сиырлардың ғана сүтінен жасалады. Сүттей ұйыған тыныш заманда ауызбіршілігі жарасқан елде өскен адамдар да осы тәрізді. Олар қауызын жаңа жарған ұлт гүлінің хош иісіндей ерекшеленіп тұрады. Наполеон бейбітшілікті жақтайтын ескі Қытайда емес, Францияда туып өскен. Дарвиннің балалық шағы Англияда өткен. Ол өзінің өмір сүру таласы деп аталатын туындысын жарыққа шығарды. Германияны бірінші дүниежүзілік соғысқа енгізген екінші Вильгельм емес, бірақ неміс халқының соғысқұмар зұлымдық рухы Бисмарк, Вильгельм, Хинденбург және рухбаштардың сөз қолданыстарында көрініс тапқан. Көне Римді жоқ қылған Нерондар, Каракалалар және Комоттар емес. Барлық нәрседе сөзі өтімді. Испания Лояланы, Германия болса Крупты тәрбиеледі. Әрбір ұлт бірде ел басқаруға лайық рухы мықты адамдар тарапынан басқарылса,
айырылса, енді бірде керісінше әлсіз рухты, жігерсіз адамдардың басқаруымен күн кешеді. Бұл екі басшының қайсысының ел тізгінін ұстайтындығы халықтың рухани деңгейіне байланысты болмақ. Ұлт бойында жақсы қасиеттер бар ма, жоқ па? Әлде мұндай қасиеттерді бойына енді сіңіріп жатыр ма? Ұлттың ақыл-ойы, қалауы, ар-ожданы кемелденіп жатыр ма? Жоқ әлде шіріп уланып жатыр ма? Көмескі бір өмірдің көлеңкесінде төменге құлдырап бара жатыр ма? Бұл сұрақтар әрбір ұлттың жеке тұлғасының өмір сүрумен олардың еңбекқорлығын меңзейді. Біз өз елімізде не бітіріп жүрміз? Ұлтымыздың тағдырындағы елеулі өзгерістерде рөліміз қаншалықты? Осыған байланысты төмендегі мысалға назар аударайық. Оңтүстік аймақта теңізді мекен еткен ерекше микроорганизмдер бар көрінеді. Олар өз денелерінен әрдайым сұйықтық бөліп шығарып, өздері көзге көрінбейді. Бұл сұйықтық бір жерде жиналып, уақыт өте келе маржанға айналады. Осылайша бірнеше кіші маржан аралдары пайда болады екен. Бұл маржан аралдары адамдардың игілігіне де пайдалы, керісінше дәл осы оңтүстік өлкелерде адам өміріне қауіп туғызатын ұсақ құмырсқалар да бар. Олар өздері мекен еткен жердегі үйлердің қабырғалары мен үй жиһаздарын кеміріп тастайды. Адамдар бұл құмырсқадан құтылу үшін басқа жерге қоныс аударуға мәжбүр болады. Енді бір сәт мемлекетіміздің жағдайын ойлап көрейік. Біздің жасалып жатқан қызметіміз мемлекетімізді құрту үшін бе, әлде оны құру үшін бе? Яғни мемлекет болашағы үшін біз маржанбыз ба, әлде құмырсқамыз ба? Мемлекеттің болашағы мен бақыты ұлттың қасиеті мен намысы халықтың қалауымен ұштасқанда ғана жарқын келешекке қадам басары сөзсіз. 2 миллион тұрғыны бар Финляндия мемлекетінің табиғаты суық, қысы қатал. Ауа райы көбінесе тұманды болады. Көктемде де кейде мұз қатады. Тамыз айынан бастап қара суық түседі, топырағы да құнарсыз. Жерінің басым көпшілігін гранит тастар алып жатыр. Жер асты қазба байлықтары да жоқтың қасы. Құрылыс жұмыстары өте ауыр шарттарда жүзеге асады. Бұл жердің халқы ешқашан өз мағынасында тәуелсіз болған емес, көбінесе көрші мемлекеттердің боданы болған. Финдер өздерін суом, ал мемлекеттерін суоми, яғни батпақ дала деп атайды. Кітаптың келесі бөлімінде суомидің тарихын айтатын боламыз.